Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте пайдалы кеңесіммен бөлісейін деп отырмын. Әсіресе жас босанған аналарға өте пайдалы. Бұл видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Және де жас босанған аналарға және таныс қыз-келіншектерге жіберіп қоюларыңызға болады. Омырау ұшы жарылғанда не істеу керек екенін білмейтін жас босанған аналар және бірінші рет босанып тұрған келіншектерге өте пайдалы бұл видеомыз, соңына дейін қараңыздар. Жаңа босанған кейбір келіншектердің омырау ұшы жарылып, баланы емізуді көптеген қолайсыздықтар туындап жатады. Алайда емізу кезіндегі ауырсынуды жоюға, емдеп жазуға болатын ескермей, сәбиді омыраудан ерте шығаратын жас аналарда кездеседі. Демек, сәбидің денсаулығы дұрыс өсіп жетілуі үшін ана сүтінің қаншалықты маңызды екенін біле бермейді. Соның салдарынан баланы емшек сүтсіз қалдырады. Ендеше, үрпінің неліктен жарылатыны және оны қалай емдеп жазу керектігі жайында айтайық. Үрпі жарылуының бірнеше себебі бар. Біріншісі, бала омырауды аузына дұрыс ала алмайды. Екінші, бала аузын ашпай жатып, аузынан омырауды күштеп алу. Үшінші, омырау терісіне дұрыс гигиеналық күтім жасамау. Омырау терісінің құрғақ болуы. Төртінші, үрпінің емізуге дайын болмауы, яғни бала аузына ала алмайтындай тым кішкентай болуы. Бесінші, ағзада дәрумендердің жетіспеушілігі. Терінің жақсы жағдайда болу үшін А, В, Д, Е, С дәрумендер тобының маңызы мол. Баланы емізгенде қалыпты жағдайда, яғни үрпі жарылмаса, ешқандай ауырсыну сезімі болмайды. Ал емізу барысында емшектің ауруы сезілсе, жоғарыда аталған 5 себептің бірін орын алғаны мүмкін. Сондықтан бірден маман кеңесіне жүгінгеніңіз жөн. Емшек ұшы тілімденіп жарылып, тіпті кейде қан ағады. Тілімденіп тұрған емшекті емізген кейбір жас аналар омырауын алғанда баланың аузынан қанды көріп, естері шыға бастайды. Яғни қанның өз омырауынан аққанын бірден түсінбейді. Жас босанған аналар алғашқы рет бала емізіп тұрғандықтан емшегінің ауырғанын қалыпты жағдай деп қабылдап, бәрі осылай болатын шығар деп ойлайды. Жарақатты қалай жазуға болады? Ол үшін арнайы майларды қолдану қажет. Май тез сіңеді. Ал егер май сіңбей тұрып, баланы емізу керек болса, емшек үшін өз сүтіңізбен сүртіңіз. Негізі арнайы майлардың сыртында жарылған үрпі емшек сүтімен сүртуде өте пайдалы болып келеді. Өйткені емшек сүтінің құрамында кішігірім жарақатқа ем болатын бактерияға қарсы және тері жұмсартушы компоненттер бар. Егер жарақат үлкен және ол жерден қан ағып тұрса, демек оны баланың жұтып қою қаупі бар. Мұндайға жол беруге болмайды. Қанды тоқтату үшін зеленка ерітіндісін қолданыңыз. Әрине, емізгенде баланың ерніне жағылып, жасыл түске боялуы мүмкін. Бірақ қанды жұтып қойғанын әлде қайта қауіпсіз. Сондай-ақ үрпі жарақаты жазылғанша баланы екінші омырауыңызбен емізе тұруыңызға болады. Ал жарылған емшектің сүтін сауып отырыңыз. Әдетте үрпі жарақаты бір жұмадан ары қарай бармайды. Сонымен қатар жарақатты емшекке тағатын арнайы силикон жапсырмаларды қолдануға болады. Десе де оларды қолданғанда ауру сезімі басыла қоймайды деген пікірде жоқ емес. Жарақаттың алдын алу үшін баланы емізгенде дұрыс ұстауды үйреніңіз. Тұтынатын тағамыңызды құрамында А, В, Д, Е, С дәрумендері болуын қадағалаңыз. Кейбір дәрігерлер баланы емізер алдында әркез омырауды сабындап жууға кеңес береді. Алайда сабынды жиі қолдану теріні құрғататынын есіңізде сақтаңыз. Сабындап жусаңыз міндетті түрде емізгеннен кейін май жағуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ емшегіңізден сүт көп ағатын болса, іш киіміңізді күнделікті ауыстырып отырғаныңыз жөн. Ал балаңыз емшекті алғашқы күннен-ақ дұрыс ему үшін босанғанға дейін үрпіге массаж жасап емізуге дайындаңыз.
Кейбір қыздардың емшек үрпі кішкентай болғандықтан бала оны аузына ала алмайды. Сол себепті бала дұрыс ембегендіктен емшек ұшы жарыла бастайды. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.